Енді жүйткіп жүрген көлік иелері ақырын жүріп әр қадамын анық басады. Өйткені 2023 жылы ең төменгі айыппұл мөлшері 10 мың теңгеден асып жығылады. Әрімен қарай тәртібіңізге қарай түрленеді. Ал несібесін көлікке байлағандар қымбатшылық қысып тұрғанда бұл заң жығылғанға жұдырық болды деп қапалы. Надо поднимать сперва зарплату, а потом поднимать МРП или увеличивать штрафы. Бәрді қалай болса солай, лишь бы кісілердің тонау керек. Қарлар қатып қалып отыр ғой. Сол текстеу керек па, қырып өту керек па, содан қашамыз деп линияға түсіп кетеміз сызықтардан. Ал енді еліміздегі жиі бұзылатын жол ережелері бойынша айыппұл мөлшері қалай өседі? Шағын шолу жасайық. Тұрақ ақысын төлемеген үшін салынатын ең төменгі айыппұл 10.350 теңгеге өседі. Темір тұлпардың жылдамдығын асырсаңыз, қалтаңызда 17.250 теңге әзір тұрсын. Бағдаршамға бағынбайтындар 2023 жылдан бастап 34.500 теңге айыппұл арқалайды. Ал сақтандыру полисінің құны 6.555 теңгеге жоғарылайды. Сарапшылар болса, Қазақстанда айыппұл мөлшері тым көп дейді. Үкімет қарапайым халықтың қалтасымен есептеспей отырғанын айтады. Айыппұл төлемдері қазір өте жоғары. Шын айтқанда, Европа мемлекеттеріне де теңесіп қалдық. Ал өздеріңіз білесіздер, олардың орташа айлықтары бізден 6 есе жоғары. Және де қазіргі уақытта халықтың жағдайы мәз емес. Инфляцияның өзі 25%-дан асып кетті. Сондықтан айлық есептік көрсеткішті азаматтардың жол ережесін бұзу айыппұлынан алып тастау керек деп ойлаймын. Айлық есептік көрсеткіші жылда өседі. Көлік салығының мөлшері де молаяды. Қозғалтқыш көлемі бірге дейінгі көліктер үшін 3450 теңге төлейді. Ол дегеніміз бір айлық есептік көрсеткіш. Ал көлемі 5 литрден асатындарына 690 мың теңге қарастырылған. Демек 200 айлық есептік көрсеткіш. Дәл осылай асығып бара жатқан кезде жол ережесін ескермей қаламыз. Ол кезде әрине тағы да айыппұл төлейді. Ал бір ай ішінде одан құтылмасаңыз, айыппұл сомасы мәжбүрлі түрде жеке шотыңыздан алынады. Ал егер бір апта ішінде өтеймін десеңіз, жартысын ғана төлейсіз. Бұл өзіңізге тиімді емес пе? Ал еш жерде жұмыс істемесеңіз, мемлекет айыппұлды мәжбүрлі түрде өтеу үшін істі сотқа жіберетінін ұмытпаңыз.